Аспан әлемі жұмбаққа толы. Сан мыңдаған жылдар бойы ғалымдар мен зерттеушілер жұлдызды әлемнің ғажабына үңіліп келеді. Әсіресе көбірек қызықтыратыны қара құрдым. Галактика кіндігіндегі қара құрдымның фотосын түсіру үшін әлемдік зерттеушілер Event Horizon телескоп жобасын әзірлеген болатын. Ол үшін жердің түкпір-түкпіріне 8 телескоп қойып, зерттеулерін бастаған. Мамандардың бұл еңбегі өз нәтижесін беріп, адамзат тарихында алғаш рет қара құрдымның фотосы түсірілді. Оны түсіру мен зерттеу, сондай-ақ жариялау үшін 2 жылдай уақыт кеткен екен. М87 галактикасындағы қара құрдымның осыншама үлкен екеніне сене алар емеспін. Ал фотоны көргенде бұған еріксіз сенесің. Оның отты сақинасынан қаншалықты гравитациялық күшке ие екенін аңғаруға болады, дейді Нимеген университетінің ғалымы Хайно Фальке. Қара құрдым жойқын тартылыс күші арқылы бүкіл материя мен жарық нұрын еш жібермей өзіне тартып алатын массасы өте ауыр жұлдыздық дене. Оның массасы өте жоғары, тартылыс күші өрісі тым жойқын болғандықтан ешқандай материя, магнитті толқын одан қашып құтыла алмайды. Бетіне түскен жарық ешқашан кері шағылыспайды, сыртқа еш жарық шығармайды, ал ар жағы жұмбақ әлем. Қара құрдым күннен 21 миллиард есе ауыр. Ол жерден 57 миллион жарық жылында орналасқан. Осымен видеомыз аяқталды. Тағы да басқа ақпараттар туралы Әлем арнасын YouTube арнасынан біле аласыздар. Сіздермен бірге болған Әлем арнасы, назарларыңызға рахмет.